Бисмилла сөз бастаймын, я рахман. Нұр болып ай менен күн толықсыған. Айтайын бір қиссаға артық сөзден. Тыңдаңыз, құлақ салып, ей мұсылман. Әулиенің басына кісі жерлеу. Түркі даласында Қожа Ахмет Яссауиден басталған әулиеден шарапат тілеу культі көшпелі қазақтардың кісі жерлеу ғұрпына да өзгеріс әкелді. Тарих толқынында елге еңбегі сіңген танымал тұлғаларды Әзірет Сұлтанның басына әкеліп жерлеу дәстүрі пайда болады. Қазіргі таңда соңғы табылған ресми деректерге сәйкес, мұнда 170-ге жуық тұлғалар жерленген. Оның ішінде 25 хан сұлтан, 26 би абыз, 49 батыр, 60-тан аса игі жақсылар бар. Аңыздарда айтпағанда хатқа түсіп қатталып қалған деректер де баршылық. Солардың бірнешеуін келтірейік. Қаздауысты Қазыбек би 1763 жылы қыс мезгілінде дүниеден өтеді. Оның денесін былғарғымен орап, қыс бойы сөренің үстінде сақтайды. Көктем туғанда Бекболат бастаған 50 жігіт бидің денесін Әзірет Сұлтанға келіп жерлейді, басына құлтас орнатады. Бөгенбай батыр 95 жастан асқан шағында дүниеден өтіп, денесін Түркістанға жерлеген. Мәйітін Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи мешітіне жерлеу үшін батырдың денесін таза арулап, былғарыға орап, қыс бойы сөреге қойып сақтаған. Абылай ханның жарлығы бойынша 1778 жылы көктемде баласы Тұраналы мен Қанжығалы Айтбай Аткелтір ұлы бастаған елдің игі жақсылары батырдың сүйегін нарға теңдеп Түркістанға жеткізіп, Қожа Ахмет Яссауи мешітінде жерлейді. Қазіргі Торғай өңірінен Ақпанбет батыр әкесі Шақшағұлы Жәнібекті Түркістанға әкеп жерлеген. Жоңғар шапқыншылығы кезінде Сайрамда ұрыс даласында қайтыс болған Шекті Тілеу батырдың денесін баласы Жолдаяқ батыр Әзірет Сұлтанның қасына жерлейді. Артынша ұлының да денесі әкесінің қасына қойылады. Бұл жайында ел аузында қалмақтар Жетісуды көктей өтіп, Сайрамды жермен жексен ойран етті. Жан алып, жан беріскен осы ұрыста Батыр Тілеу ат үстінде қапы кетті. Сарбаздары кеңесіп, ақылдасып, Батыр бидің сүйегін Яссауи дүрбесіне табыс етті деп өлең нұсқаларында сақталған. Өкінішке орай, СССР кезінде бұл тарихи тұлғалардың моласы аяусыз қорланған, басына қойылған белгі тастар жойылған. Соның кесірінен жерленген тұлғалардың толық дерегін білу мүмкін емес. Тіпті қазақтың ең атақты ханы Абылайдың Яссауи дүрбесіне жерленген мүрдесінің өзін анықтау үлкен дау-дамайға айналған. СССР кезінде үзіліп жалғасын таппай қалған ең киелі дәстүрлердің бірі әулиенің жанына кісі жерлеу ғұрпы болды. Осы дәстүрді үлгі етіп, әулиенің басына жерленуге тырысқан бір ғана танымал тұлға бар. Ол Өзбекәлі Жәнібеков. Ол кісінің зираты оңтүстік Қазақстан облысы Отырар аудандағы Арыстанбаб әулиенің қорымында жатыр.